Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бізде әскери баспана бағдарламасы бар еді. Сол әскери баспана бағдарламасының атауы өзгерді. Енді оның жаңа атауы жаңа баспана бағдарламасы. Бұл бағдарлама кімдер қатыса алады, шарттары қандай, сіздер осы бейнероликте білетін боласыздар. Мақсат пен YouTube каналын тамашалап отырсыздар. Бұл каналда 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты сабақтар бар. Подписаться басып, барша әріптес, жақын туыстарға таратып қойсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Жаңа баспана бағдарламасы кімдер қатыса алады? Қазақстан Республикасы бойынша тұрғын үй төлемдерін алушы жандар. Және де жаңа баспана бағдарламасына қатысу үшін міндетті түрде сіздер отбасы банкінен салым ашып, үш тарапты келісім шарт жасасқан болуларыңыз тиіс. Яғни сіз мекеме және де банк дегендей. Бұл жерде мен бірден айтып өттім. Тұрғын үй төлемдерін алушы. Былай айтқан жоқпын, МВД, МО, СГО, КМБ деп тұрғын үй төлемдерін алушы жандар. Шарттар қандай? Бастапқы жарна несие рәсімдер сәтке таман 15% болуы тиіс. Көптеген адамдар ойлайды 15% алдын ала жатуы тиіс па, қалай ол сүгізді депші. Достар, егер де сіздер конкурстан өтіп, бірінші конкурс болады, одан кейін несиені рәсімдейтін сәтке таман барсаңыздар банкқа, тек қана сол кезде сіздердің шоттарыңызда 15% бастапқы жарна болуы тиіс. Пайыздық үстеме 8%-мен беріледі, бірақ уақыт өте келе сіздер бағанағы алдын ала зайымнан, одан сіздер тұрғын үй зайымына өтетін боласыздар. Тұрғын үй зайымына өткенде сіздердің пайыздарыңыз 3,5%-ға дейін төмендейтін болады. Алдын ала зайым дегеніміз ол предварительный зайым, көбінесе мемлекеттік бағдарламалар немесе отбасы банкін өз бағдарламалары бойынша жүзеге асады. Әрмен қарай. Дәл осы жаңа баспана бағдарламасы бойынша сіздер 50 миллион теңгеге дейін баспана аласыздар. Яғни бұл жерде несие бойынша шамалы болсын сомасы шектеулі. Максималды сіздер аламын деп отырған үйдің несиелік сомасы 50 миллион теңге. Мысалға сіздер өздеріңіз бір үйді көріп тұрсыздар, өздеріңізге қатты ұнап тұр, бірақ оның бағасы 55 миллион теңге болып тұрса, 5 миллион теңгені сіздер өздеріңіздің жеке қолдарыңыздан беру қажет болады. Қалған 50 миллион теңгені сіздер несиеге рәсімдеуге тура келетін болады. Кеттік әрмен қарай. Баспана тек қана бірінші нарықтан. Көрдіңіздер ме, достар? Егер де сіздер менің осыдан бір жыл бұрын түсірілген бейнеролигімді көретін болсаңыздар, ол жерде мен сіздерге айтамын. Баспананы бірінші нарықтан да, екінші нарықтан да алсаңыздар болады деп. Соңғы өзгерістерге сәйкес осы конкурстың алдында хабарлады. Енді баспананы тек қана бірінші нарықтан алсаңыздар болады. Бірінші нарықтан дайын, ешкімнің атына, яғни өтпеген, немесе соғылу барысындағы үйлерді көрсеңіздер болады. КЖК-ның гарантиясымен. Бұрын ФГЖС деп аталатын, қазір КЖК. КЖК-ның гарантиясы бар ма деп сұрайсыздар нысаны. Егер КЖК-ның гарантиясы жоқ болса, ол соғылу барысындағы үй болса, оны аламайсыздар. Плюс қосымша мен жерге жаза кеттім, разрешение акимата болса, онда қосымша залог керек болады деп. Бұл мәселе бойынша отбасы банк әлі қосымша ақпарат жеткізе жатар, бірақ отбасы банкының ресми ақпарат көздерінде КЖК-ның гарантиясы деп жазылып тұр. Разрешение акимата дегеніміз соңғы кездер жүзеге асып жатқан дүние. Яғни егер әкімдік тарапы разрешение на привлечение средств дольщиков деген қағаз беретін болса, отбасы банк ол нысан бойынша несиелендіре береді, бірақ қосымша залог сұрайды. Бұрын қандай еді? Отбасы банк соғылып отқан үй болса, қосымша залогты қабылдай беретін, кез келген нысан бойынша. Қазір кез келген нысан бойынша қабылдамайды. Разрешение на привлечение средств дольщиков деген әкімдік рұқсат қағаз береді. Тек қана сол жағдайда соғылу барысындағы үйді алса болады. Бұл жөнінде әлі отбасы банк қосымша ақпарат береді деп ойлаймын. Мақсатпен Instagram каналында мен сіздерге тікелей эфирлерде толыққанды айтып отырамын, достар. Жазылып қойыңыздар. Баспананы Қазақстан Республикасы бойынша алуға болады. Яғни мысалға сіздер қазіргі таңда Алматы қаласында болсаңыздар, Астана қаласында, Қарағанды, Тараз, Қызылорда міндетті түрде өздеріңіз қызмет етіп отқан жерден алуға қажетті деген түсінік жоқ. Қазақстанның кез келген аумағынан, егер де сіздер жаңа баспана бағдарламасы бойынша өтіп тұрсаңыздар, өздеріңізге баспана ала беретін боласыздар. Енді алдын әскери баспана бағдарламасы бойынша үй алмаған болу шарт. Иә, достар. Осыдан бұрынғы шарттарда, мүмкін кейбіреулер сөйтіп ойлап жүрген шығар, мен әскери баспана бағдарламасымен баспана алдым, тағы да алуыма болады деп. Иә, бұрын ондай болатын. Бұрын ондай болатын. Сіз мысалы келетінсіз да Астана қаласына әскери баспанамен бір үй алып алатынсыз, одан кейін Алматыға барасыз, тағы да әскери баспанаға қатысасыз, басқа қалаға барасыз, тағы да өзіңізге баспана алып жүре беретінсіз. Енді достар, әскери баспана бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасынан тек қана бір рет баспана алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол өзгеріс 2022 жылдың басында жүзеге енген болатын. 50% жарнаңыз болып тұрса, ешқандай конкурсты күтпейсіз, отбасы банкіне барасыз, 50%-іңізді құйып, 6%-бен ипотека рәсімдей бересіз. Енді іріктеу қалай жүреді? Іріктеу конкурс ретінде жүреді.
Кімде отбасы банкінде жинақтаған сыйақысы көп, сол адамда мүмкіндік жоғары. Сыйақы мен сыйлық ақыны шатастырмаймыз, достар. Сыйлық ақы дегеніміз ол госпремия, сыйақы дегеніміз ол вознаграждение. Енді отбасы банк нарығына қосымшасында кіреміз. Сол жерде өзіміздің депозиттің үстінен басамыз. Шамал астыға қарай былай төмендетсеңіздер, депозит бойынша накопление, вознаграждение, госпремия деп тұр. Енді конкурста кімнің вознаграждение дегені көп болады, сол адамда өтуге шансы жоғары. Мына госпремия саналмайды. 2022 жылғы конкурсты еске алатын болсақ, ол кезде ең төменгі вознаграждение 141 мың болды. Ары кетсе 1300 адам өтті. Қазақстан Республикасы бойынша МВД, КМБ, МО бәрін қосқан кезде. Енді бұл жерде қазір бұл бейнероликті көріп отқан адам ойлап жүрмесін, мәссаған менде 141 мың вознаграждение жоқ, мен биыл өтпейтін шығармын деп. Достар, қатыса беріңіздер. Мүмкін 2022 жыл вознаграждениесі үлкендердің көпшілігі өтіп кеткен шығар. Мүмкін биыл отбасы банк анау жылғыдай 1300 орын емес, одан да көп бөлетін шығар. Сондықтан мен вознаграждением анау жылға қарағанда аз, мен биыл қатыспаймын деген түсінік болмайды. Әрекет жасаңыздар. Бұл бейнероликті мен сіздерге наурыз айында алдын ала түсіріп беріп отырмын, бүгін 7 наурыз. Сіздер осы бағдарламаға дайындалып үлгерсін деп. Себебі бағдарлама менің жеке пікірім бойынша жаз айларында басталады. Қазір әр ай, әр уақыт сіздер үшін дайындыққа маңызды. Міне 2% сыйақы бағанағы вознаграждение отбасы банк 2% береді жылдық, айына 1,167 ма сондай. Госпремия саналмайды, айтып өттім. Қандай дайындық керек? Ипотека плюс ремонт. Бұл бірінші нарықтан беріліп отқан баспана болғандықтан менің өзім жеке пікірім тағы да айта кетемін. Егер сіздерге үйді мемлекет төлеп беріп отыратын болса, неге мемлекетке өзіңіз ипотекаңызды, енді сіздер мемлекетке қызмет етіп отырсыздар ғой. Менің позициям дұрыс па? Сіздер мемлекетке қызмет етіп отырсыздар. Мемлекет сіздерге тұрғын үй төлемдерін төлеп отыр. Неге сіздер тек қана ипотеканы төлейсіздер тұрғын үй төлемдерімен? Неге ипотека плюс ремонтты бірге төлемеске? Достар. Сондықтан бүкіл өзім оқырмандарым айтатыным, егер де сіздер әскери баспанамен ипотека рәсімдейтін болсаңыздар, просто ипотека рәсімдемеңіздер. Ипотека плюс ремонт рәсімдеңіздер. Егер де сіздер қазір құр ипотеканы рәсімдеп, екінші деңгейлі банктан барып, кредит алатын болсаңыздар, онда ренжімеңіздер. Ипотеканы сіздерге мемлекет төлеп беріп тұрады, екінші деңгейлі банктан алған кредиттарыңызды өздеріңіз төлейсіздер. Бұл жерде менің айтып отқан ипотека плюс ремонт рәсімдеңіздер. Сіздердің ипотекаларыңызда, ремонттарыңызда бір займ болғандықтан сіздер мемлекет төлеп беріп отыратын болады. Сондықтан менің бүкіл өзім даже осы бұйыртса ойлап отырмын, Астана қаласы бойынша орналасқан нелер бар ғой, мекемелер, соларды аралап, Құдай қаласа, Құдай бұйыртса жүріп қайтып, толықтай дайындайтын болсақ, биыл біз сопровождение қаламыз ғой, бүкіл адамдарды ипотека плюс ремонтқа дайындау керек. Созоемщик дайындаймыз. Достар. Бұл кімдерге қатысты? Кім тұрғын үй төлемдері аз, кім несиелік тарихы бұзылған, тағы да басқа деген. Әзірден бастап созоемщик іздей беріңіздер. На всякий случай өздеріңіздің бір созоемщик ойларыңызда болсын. Мүмкін сіздер ертең өзіңіздің тұрғын үй төлеміңіз аздау, алатын үйіңіз қымбатырақ болып шығатын шығар деген дейді. Осы ойларыңызда болсын. Депозит іздеу керек. Біз бағана не дедік сіздерге? Кімнің 2% сыйақысы бағана ашқан кезде вознаграждение деген көп, соны ұтып кетуге мүмкіндігі бар дедік. Енді егер дөңгелек сызатын болсақ, дөңгелектің ортасында сіздің жобайыңыз, егер сіз отбасылы болсаңыз, бала шағаңыз, сіздердің сырттарыңызда кім? Сіздердің дөңгелек шеңберлеріңізде, сіздердің сырттарыңызда ата-анаңыз, туған бауырларыңыз. Одан әрмен қарай туған бағанағы әке-шешеңіздің бауырлары, сол кісілердің балалары. Яғни бұл мәселемен не айтқым келіп тұр? Депозит іздеу керек деп. Егер сіздің өзіңіздің вознаграждениеңіз тым аз болып тұрса, жұбайыңыз балаларыңа қараңыз. Ол кісілер де аз болып тұрса, туған бауырларыңыз, өзіңіздің жұбайыңыздың туған бауырларыңыз, әке-шешеңізге қараңыз. Оларда депозит жоқ болса, әке-шешеңіздің бауырлар, бөлеңіз, ағайын бәрінен іздеңіз. Яғни туысқандық қарым-қатынасты жалғап тұратын бір жіп болса болғандығы, сол кісінің депозитін өзіңізге ала берсеңіз болады. Жіп деген образын айтып отырмын да мен. Әйтеуір қандай да бір қарым-қатынас болса болғаны. Егер енді өмір ғой енді, екі ортада, бір алыстағы ағайыннан алып отырса, екі ортадағы бағанағы адам бұл өмірде жоқ болса да алуға болады. Қажетті құжаттарды бере отыра. Сондықтан қазірден бастап депозит іздейміз. Мен практикамда мынандай бір жағдай болған, мен ол кісінің қазір атын айтпай ақ қояйын. Анау жыл көп адам сопровождать еттік біздің Мақсатпен компаниясы. Риза болдым бір кісінің әкесіне. Баласы жұмыста өзі шыға алмайды. Әкесі пойызға билет алды да,
өзі бір қалада тұрады, сол қаладан шықты. Сөйтті да өзі оңтүстікте тұрады, оңтүстікте аралап шықты бүкіл ағайын туыстарды. Батыс, шығыс, солтүстік, бүкіл орталық, бүкіл Қазақстанды қанша күнде деді? 15 күн, 20 күн деді ма? Ерінбей аралаған ғой. Ағайын туыстарға барады, хал жағдайларың қалай, амансыңдар ма? Шай ішеді, отырады, тағы да басқасы. Депозит бар ма? Осылай болып отыр. Балам қатысып отырады. Ұту керек, тағы да басқа дегенде. Таң қалдым. 101 нәрсе мың вознаграждение жинап келген ғой. Іздеген адам табады. Сондықтан туған туыс ағайындардан өзіңіздің вознаграждениеңіз аз болса депозит іздейміз. Несие тарихын қадағалаңыз. Отбасы банкінде қаңтар айынан бастап методика по платежеспособности өзгерді. Ол бөлек бір видео болу керек, ұзақ оны түсіндіру. Несие тарихына анау жылғыдай емес, биыл шамалы қаттырақ қарайды. Несие тарихын қадағалаңыздар. Әзірден бастап қажетсіз кредиттарыңыз болса, жабылатын мүмкіндіктеріңіз болса, жаба беріңіздер, азайтыңыздар, уақытылы төлеп отырыңыздар. Уақытылы төлеп отырыңыздар. Тұрғын үй төлемдерін депозитке салып отырыңыз. Иә, достар. Ақша тиыннан құрылады дейді ғой. Қазірден бастап түскен ақшаны сала беріңіздер депозитке. Сала беріңіздер. Себебі сіздің депозитіңізді анағұрлым ақша көп болған сайын, соғұрлым сіздің өтіп кетуге мүмкіндігіңіз жоғары болады. Және де бір кісілер сұрап отырады, мәке, үлкен қолымда ақша бар, ай сайын салып отырайын ба, или бірден салып жіберейін ба дейді. Бірден салып жүріңіз. Себебі бірден салынған депозит, ол бірден көп вознаграждение жинап бастайды. Ай сайын салып отырсаңыз, ай сайын ол аз вознаграждение әкеліп отырады. Біз бағана не дедік? 2% жылдық дедік қой. 2%-ді 12 айға бөлетін болсақ, 0,167-тен, яғни ай сайын 5 миллионға 0,167 көп беріле ма? 1 миллионға 0,167 көп беріле ма? Әрине 5 миллионға көп беріледі. Сондықтан бірден үлкен сумма салуға мүмкіндіктеріңіз болса, бастап кетіңіз. Ескеруге қажетті. Спецвкладты активировать ету керек. Жақсылап тыңдаңыздар, достар. Мысалға, сіз былай жасады дейік, сізде бір 2 депозитіңіз бар. Сіз былай жасадыңыз. Спецвкладыңызды отбасы банкында бағана соглашение бойынша аштыңыз, спецвкладыңыз тұр. Бірақ сіз бағана тұрғын үй төлемдер түседі, екінші бұрыннан жинап жүрген депозитіңізді салып жүрсіз, ертең әскери баспанаға қатысатын кезде сіз өтінім бере алмайсыз. Неге, білесіз ба? Себебі сіз 3 тарапты келісім шартқа қай депозит бойынша отырдыңыз? Жаңа депозит па? Сол жаққа бір 1000 теңге лақтырып қойыңыз. Сол кезде сіз өзіңіздің спецвкладыңызды активировать етесіз. Ертең әскери баспана бағдарламасына қатысуға мүмкіндігіңіз туады. Жарайды ма? Міндетті түрде спецвкладты активировать етеміз. Ертең неге мен әскери баспана бағдарламасына қатыса алмай отырмын? Неге деген сұрақ туындап жүрмесін. Екінші депозитіңіз бар болса, әрине онда толтыра беріңіз. Бірақ мына депозитке бір 1000 теңге аударып қойыңыз. Жарайды ма? Ертең программа басталатын кезде 2 депозит объединять ете саласыз. Депозит туыстан алу, бағана айтып өттім, бүкіл Қазақстан, ағайын туыс бәрінен міндетті түрде депозит істейміз. Депозит жоқ, таппаймын, осылай деген адамдарға шынымды айтайыншы, ізденіп көріңізші бірінші. Жай ғана орнынан тұрып әрекет етіп көріңізші. Әрекет еткен тамшы бағана тас теседі дейді ғой, әрекет еткен адамы Құдай береді ғой. Дальше. Спецвкладтағы вознаграждение саналады. Мысалға, бұл қай жағдайда? Сіз әскери баспана бағдарламасына қатысып отырсыз. Сізде 3 депозит бар делік. Өзіңіздің депозитіңіз бағана спецвклад, спецсчет деген болады. Ол сіздің тұрғын үй төлемдер түсіп тұратын. Спецвклад деген болады. Ол депозит. Міне, спецвклад деп депозитті айтып отырмыз. Енді сіздің спецвкладыңызда вознаграждение өте аз. 1000 вознаграждение бар. Екінші депозитіңізде сізде 100 000 вознаграждение бар. Ертең әскери баспанаға қатысатын кезде осы спецвкладпен мына депозитіңіз міндетті түрде қосып жіберіңіз. Неге? Әскери баспана бойынша конкурстың шешімі шығатын кезде сіздің мынау спецвкладыңыздағы вознаграждениені қарайды. Екінші депозитіңіз қарамайды. Бір адам 2 спецвклад ашамайды. Бір адамға бір спецсчет, бір спецвклад. Спецсчет деген сіздің тұрғын үй төлемдеріңіз түсетін, спецсчеттан сіз депозитке аударасыз, ол спецвкладыңыз. Сондықтан егер сіздің қазір 2-3 депозитіңіз тұрса, сіз ойлап отырсаңыз, депозит бар ғой, менде депозиттің вознаграждение тұр ғой, өтінім бере саламын, ничего страшного. Ертең өтіп кетемін ғой деп ойлап жүрсеңіз, жоқ, достар. Сіздің спецвкладыңыздағы вознаграждение саналады. Түсіндіңіз ғой? Отбасы банкпен 3 тарапты келісім шартқа отырып аштыңыз ғой депозит. Сол депозиттің вознаграждениесі конкурста қаралады. Және де тұрған депозиттардың вознаграждениелері қаралмайды. Депозиттарды қосу. Депозиттарды қосып алыңыздар. Анау жыл ойбой, тура әскери баспана басталатын кез біраз не болды ғой, шум болды ғой, депозиттер қосылмай деген, тағы да басқа деген. Депозиттер қосылады. Пенсионканың ақшасы тұрған болса да, ертең кредитоваться ететін кезде қосылып кетеді, достар.
Сондықтан депозиттеріңізді қоса берсеңіздер болады. Ағайын туыстардан ала берсеңіздер болады. Жақындардан ала берсеңіздер болады. В рамках семейного пакета жинадыңыз сіз өзіңіз, әйеліңіз, бала шағаңыз. Неужели не үшін қоса алмайсыз? Сіз заңды түрде семейный пакет аштыңыз. Семейный пакетте вознаграждение көп болып тұр ма бала шағаңызда? Ничего страшного. Бәрін өзіңізге жинап қосып алыңыз. Вознаграждениеңіз көп болған сайын конкурстан өту мүмкіндігіңіз көп деген сөз. Декретте отырған жандар айтады екен бүйтіп, менің табысым жоқ қой, мен декретте отырмын ғой, әскери баспана бағдарламасына қатысамайын деп. Жоқ, қатыса аласыздар. Сіздер доходты тұрғын үй төлемдерімен растайтын боласыздар. Жарайды ма? Естеріңізде болсын. Доходты тұрғын үй төлемдерімен растайтын боласыздар. Бір ай тұрғын үй төлемдерін алдым, енді жұмысқа кірдім, не істеймін, конкурсқа қатыса аламын ба? Қатыса беріңіз. Қатыса беріңіз. Бір ай тұрғын үй төлемдерін алсаңыз, әскери баспана қатыса беріңіз. Неге? Себебі әскери баспана бағдарламасынан егер сіз өтіп отырсаңыз, может быть, бұрыннан бері жинап жүрген депозитіңіз бар екеуін қосыңыз да қатысып кеттіңіз. Сіздерге үйді тауып несиені рәсімдеуге 1 жыл уақыт беріледі. 2022 жыл солай болды. Октябрьда, қазан айларында әскери баспана бағдарламасынан итоғы шықты шешімі, 10 октябрь деймін. Сондай кез есіме салыңыздаршы, егер анау жылы қатысқан болсаңыздар да. Шешімі шықты, 1 жыл уақыт берілді. 1 жылдың ішінде ипотеканы рәсімдеу қажет. Әлі жүргендер, мысалы кісілер бар. Енді ол кісілер әшін жүрген жоқ, жақсы бір үй таңдап қойған, сол үйді соғылып біткен күтіп отқандар бар. Кейбір адамдар моментально үй тауып кетті дегендей. Сондықтан 1 ай тұрғын үй төлемдерін алсаңыз да әскери баспана бағдарламасына, яғни жаңа баспана қатыса беріңіздер. Дайындықты ертерек бастаңыз. Осы менің кейбір моменттер, кейбір мәселелер мына жерде мен сіздерге айтып отқан жоқпын. Яғни несиелік тарих бойынша тағы да басқа дегендей. Дайындықты сіздер қазірден бастаңыздар. Әзірден бастап, өзіңіздің қаладағы банк менеджері, немесе осылай айналысатын адамдарға барып, қазірден бастаңыздаршы өтініш. Сіздер үшін қазір әр күн, әр апта, әр ай өте маңызды. Міне, егер сіздер Құдайдан бір знак күтіп жүрсеңіздер, міне осы сіздерден Құдайдан знак. Дайындықты сіз қазір бастасаңыз, сіздің ертең программадан өтіп кетуге мүмкіндігіңіз жоғары болады. Егер ертең сіз дайындықты программаға басталайын деп отқан кезде 1 ай бұрын бастасаңыз, онда көп нәрсеге дайындаламай қалу мүмкінсіз. Ремонтқа дайындаламай қалу мүмкінсіз. Тек қана ипотека дегендейші. Моменттар бар, барлық нәрсені айта бермейміз ғой біз, потому что оның бәрін кіргізу дегендей. Сондықтан сол дайындықты ертерек бастаңыз. Міне, бүкіл мұнау видеоны түсірудің негізгі мақсаты тоқ етері, ең бірінші сіздер шартын түсініп olsun. Одан кейін негізгі посыл дайындықты ертерек бастаңыздар. Анағұрлым ертерек басталған дайындық ол негізгі жеңіске жетелейді. Төлемдер 30 миллион үйін алып отырсыз, 15% 4,5 миллион саласыз, 8 жыл 290 мыңнан 6 жыл 221 454 төлейсіз. 40 миллион үйін алып отырсыз, 6 миллион жарна салып отырсыз, 8 жыл 386 мың 666-тан 6 жыл 300 мың 310-нан төлейсіз. Максималды сумма 50 миллион үйін алып отырсыз, 7,5 миллион жарна, 8 жыл 483 мың 333, 6 жыл 379 мың 166 теңгеден төлейтін боласыздар. Максималды несиенің сомасы 50 миллион, үйдің бағасы емес. Үйдің бағасы 60 миллион, 70 миллион, 80 миллион бола берсе де болады. Қалған соманы өзіңіз құрылыс компаниясының текущий счетына саласыз да ипотекаға рәсімдейтін боласыз. И бағана айттым ғой, разрешение акимата деген ол шешілу барысында. Мен алдын ала айтып қойып отырмын сіздерге. Егер соғылу барысында үйлерді қарайтын болсаңыздар, разрешение на привлечение средств дольщиков деген құжат болу дейсіз. Егер сол болатын болса, отбасы банк рұқсат береді деп ойлаймын. Бірақ отбасы банк тарапынан ресми ақпарат күтеміз. Бұл енді жаңа нововведение болғаннан кейін анау жылы енгізілген. Сондай сіздерге алдын ала айтып қойып отырмын да. Страхование деген бір жүйе қосылады деп еді бағана. Оны бойынша что-то тыныш әзірге. Сол қымбат достар, жалпы жаңа баспана бағдарламасын толыққанды сіздер шарттарын түсінді деп ойлаймын. Негізгі моменттердің барлығы осы. Яғни депозит іздейміз, депозиттеріміз бар болса қосамыз, өзіміздің әріптестеріміз, жақындарымыз, туыстарымыз WhatsApp-қа статусқа қойып қойыңыздар. Білем ғой, енді әр мекемеде өздеріңіздің WhatsApp чаттарыңыз болады. Сояққа жіберіңіз, таратыңыз. Сіз бұл өзіңіз ұялып қойсаңыз да бұл бейнеролик таратыңызшы. Сіз бұл бейнеролик тарату арқылы ол адамға әйтеуір бір мүмкін осы бейнеролик көргеннен кейін сол адам жанданып кететін шығар баспана алуға ниеттен. И мынаны тағы да айтамын. Дайындықты ертерек бастаңыз. Ертерек басталған дайындық ол жеңістің деген бір бөлігі. Сол достар, сіздер Мақсатпен YouTube каналын тамашаладыңыздар. Сіздермен осы бейнеролик түсіріп берген Мақсат мырза. Менің Мақсатпен деген Instagram каналым бар, сояққа жазылып қойыңыздар.
ақпарат сіздерге пайдалы болса таратамыз, каналыма подписаться басамыз. Рахмет достар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.